Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гироскопиялық датчик жоба құру. Жобаның мақсаты роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін программалар жасау. Бірінші тапсырма Lego Mindstorms Education EVA 3 программасын іске қосып, роботтың 45 градусқа дейін айналу бұрышын өлшейтін блокты құрастыру. Блокты құру үшін бірінші гироскопиялық датчикті бекітуге арналған құралдар арқылы құрастырамыз. Үлкен мотор, дөңгелек, EVA 3 және оларды жалғаушы құралдар арқылы негізгі блокты құрастыратын боламыз. Негізгі блокқа гироскопиялық датчигімізді орналастырамыз. Бұл блок роботтың 45 градусқа дейінгі айналу бұрышын өлшейтін болады. Бағдарлама жазу үшін гироскопиялық датчигімізді EVA 3-дің сандар портына жалғап, EVA 3-ді USB көмегімен компьютерге жалғаймыз. EVA 3-мізді қосамыз. Lego Education EVA 3 программасын ашамыз. Әрі қарай келесі бағдарламаны жазамыз. Жаңа программа жазу үшін жоғарғы жақтағы плюс таңбасын басамыз. Бұл таңба арқылы бізге бағдарлама жазуға жаңа бет пайда болады. Бірінші тапсырмада берілген бағдарламаны бірге жазып көрейік. Бағдарлама бізде старт блогынан басталады. Енді моторды тәуелсіз басқару блогын орналастырамыз. Моторды тәуелсіз басқару блогы жасыл түсті әрекет блогында орналасқан. Біріне жалғаймыз және де моторымызды іске қосамыз. Қосылған мотордың бірінші жылдамдығын 20, ал екінші жылдамдығын -20-ға беретін боламыз. Келесі күту блогынан гироскопиялық датчикті алатын боламыз. Күту блогы бізде оранжевый цветпен бейнеленген. Күту блогын жалғаймыз. Және күту блогының төменгі жағындағы уақытты басу арқылы гироскопиялық датчикті таңдайтын боламыз. Гироскопиялық датчик бізде үшінші орналасқан. Датчиктен өзгертуді таңдаймыз және де бұрышты таңдайтын боламыз. Бұл жерде біз бұрылу бұрышын 45 градус деп аламыз. Және де тәуелсіз мотор блогын алып, жалғаймыз. Сөндіреміз. Бағдарламамыз жазылды. Бағдарламада моторларымыз EVA 3-дің B және C порттарында, ал датчигіміз екінші портта жалғанған. Үшінші тапсырма. Екінші тапсырмадағы программаны іске қосып, EVA 3 модуліне жүкте, оны тексеріп, программаның орындалғанына көз жеткіз. Тапсырма. Датчиктерді атауымен сәйкестендір. Жақсы, жарайсың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.